ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, бүгін қуанышты күн, шырайлы шығыс шежірелішілікті өзінің ұлы еске алып жатқан күн. Жалпы Зайсан өңірі талай ақындар мен жазушылардың өмірге әкелген киелі топырақ. Бүгінгі шарамыз атақты Әсет Найманбайұлымен бірге болған, сол істен үлгі алған, қасында жүрген ақын жыршы Зайсан өңірінің тумасы Ержан Ахметов атамыздың шығармашылығына жарық көрген кітабына арналған. Ендеше жаңа кітаптың тұсаукесері құтты болсын дедім. Қадірлі ағайын, енді осынау шарамызға қатысып отырған құрметті қонақтарымызбен таныстыра кетейін. Сонау Алатаудың баурайынан, Алматы шаһарынан арнайы келіп отырған және Ержан Ахметов атамыздың тікелей ұрпағы Сүлеймен Тақат ағамыз, және осы Тақат ағамыздың шашбауын көтеріп, сонау Алматыда біргелесіп келген әнші, Тақат ағамыздың сөздеріне ән жазып жүрген сазгер Жүніс Ержан ағамыз. Бүгін міне осынау шырайлы шығыстың бас қаласы Өскемен қаласына, оның ішінде бас кітапханасы Пушкин кітапханасында осы Тақат ағамыздың екі ауыз есті сөзін тыңдайық деп қара сөздің қадірін түсінетін, өнерді бағалайтын тыңдарман қауым жиналып отыр деп ойлаймын. Осы залда бөтен адам жоқ, Тақат ағаның ауылдастары, жерлестері, таныстары, туыстары, жалпы осы Ержан Ахметов атамыздың шығармашылығына қызығушылық білдірген адамдар отыр. Және тағы атап өтер болсақ, сонау шежірелі күршіне келіп отырған Қасен Закария ағамызға қол шапалақтап қояды. Және есіммен де танымал журналист, қаламгер ағаларымыз отыр ортамызда. Баршаңызды біздің шарамызда көргенімізге қуаныштымыз. Енді құрметті қауым, жалпы Тақат аға, қош келдіңіз біздің Өскемен қаласына. Сыртымыздан артымызға қанықпыз, өнеріңізге тәнтіміз. Бүгін енді үлкен бір жаңалықпен туған жерге ат басын тіреген екенсіз. Жақсы жаңалық. Біз енді өзіміз халыққа ұсынатын өніміз кітап болғаннан кейін бізге өте жақын тақырып, жаңа кітап қорымыз толып жатыр. Сондықтан да Ержан атамыздың кітабы құтты болсын. Сөз кезегін өзіңізге берейін. Қадірлі құрметті ағайын, алдыменен Алтайымызға сәлем, ассалаумағалейкум. Барлығыңыз бас қосып келіп отырсыздар. Мынау бір кісідей атсалысып келіп жатқандарыңызға қатты қуаныштымыз. Бөтен адам жоқ, барлығын танимыз. Таныс болғаннан кейін келесіздер, көз көрген болғаннан кейін кезігесіздер. Құшақтасып, амандасып қарып болып отырмыз. Осы қуанышымыз ұзағынан болсын. Енді бұл кісінің өнерін өздеріңіз білесіздер. Бір кісіге 8 өнер аз дейін. Соның ішіндегі 8 өнерді түгел меңгерген адам деп айтамын. Өйткені бұл кісі құсбегі, екінші әнші, үшінші жыршы, одан кейін домбырашы, оның үстінде ақын, оның үстінде шежіреші, оның үстінде дін жағында өте қатты меңгерген адам. Халқына қалаулы, еліне сыйлы болған ақсақал. Сондықтан біздің енді Шығыс Қазақстан облысы бұл үшін жақсы біледі деп айтуыма болады. Қазақстанға да аты дақпырты жайылған адам. Сондықтан енді біздің Қарбағатай мен Зайсанға, Марқакөл мен Күршімге өте қанық деп айталады. Бұл кісінің енді кезіккен адамдар көп, жолыққан дүниелері көп. Солардың ішіндегі ең бір мықтысы кәдімгі Әсет Найманбайұлмен бірге қатар жүрген. Одан бертін келе мына Әрімжан ақынменен жақсы бірге жолдас болған. Оның әкесі Жанұзақ ақсақалмен жақсы тілдес болған. Сол үстін көп мағлұматтар алған. Көтібар ақынның жазған жазбаларынан көп дүниелер жинаған. Сондықтан енді оның ішінде бертін келгенде Сұлтанмахмұт Торайғыровпен бірге жүрген. Сол үстінің де бірталай шашбауын көтеріп, емдеуге көмектесіп, мынау Бұрынбет ауылы, Қожан ауылының ортасында жүрген кезінде сол үстін көп тәлім алып, содан кейін қуғын сүргінге түскен кезде Қытайға өтіп кетіп, аз жаққа өткеннен кейін шаруаларын енді тағы да бір кезек келгенде айтып берермін. Сол кісінің енді мен немересімін. Бұл кісінің енді балалары көп, бірақ енді көп болғанмен ешқайсысы бұл кісінің артынан іздеп, жаңағы тірлігін, жаңағы жасаған нелерін, еңбектерін іздеуге ешкім атсалыса қоймады. Оларды ары күттім, бері күттім. Енді болмағаннан кейін уақытым болды, пенсияға шықтым. Содан кейін қолым босаға соң осы еңбегін іздеп, тауып, міне алдарыңызға алып келдік. Кешегі күні
Тағы да басқа еңбектеріміз бар, енді ары қарай осы жалғасқан уақытта айтылады. Енді негізгі таныстығы, негізгі еңбегі осы. Енді менің бұл кісінің несіне тәрбиелеген, осы ол кісінің бауырында 6 жыл қолында өстім. 12 жасқа дейін тәрбиесін алдым. Одан кейін ол кісіден көз жазып қалдым. Міне сол аз ғана жылдың ішіндегі жиғаным осы болды. Осы тұрған айтып берейін деп отырмын. Жақсы, рахмет. Армысыздар, құрметті кешке жиналған қонақтар. Енді бұл кешті мен ұрпақтар сабақтастығы деп атасам артық болмас. Тақат ағам екеуміз бір ауылда өсіп өндік, бір кішкентай Тасбастау деген ауылда. Тақатты менің әкем өте жақсы көруші еді, ол кісі өмірден ерте өтті. Кішкентай кезімде Тақаттың өлеңін тыңдап, қиссаларын тыңдап, домбыраны жаңа шертіп, ұзын қоңыр үнімен өлең айтқанын бәрін естіп өстім. Мен біраз кішкентай жасым кішілеу, әнін, домбыра шертісін бәрін өзіне сондай қабылдап, соны үйренуге тырыстым. Кейін мектеп бітіріп кеттім, Тақаттар Зайсанға көшіп кетті. Арада біраз үзіліс болып қалды да, кейіннен осы соңғы 5-6 жылдың ішінде қайтадан бір-бірімізді тауып, сөйлесіп, хабарласып жүрдік. Биылғы жылы осы өткен жазда Тақат Өскеменге келіп, мен үйге бір шағын шайға шақырып, сол кезде Тақат айтты: мен атамның шығармаларын жинақтап жатырмын, бұйыртса шығарамын деп, оны естіп қуандым. Енді осы жолы шығардым шолпан. Енді ол кісінің ескерткіш барып ауылға қойғанда бәрін қазір әлеуметтік желі өте дамыған, өздеріңіз білесіздер, оны бәрін көп біліп отырғанмын. Сентябрь айында хабарластық, осы кітаптың тұсаукесерін жасасақ қалай болады, көмектесе аласың ба деп. Мен бірден Гүлбаршынға хабарластым. Гүлбаршынды жақсы маман ретінде білемін, өйткені қаншама кітаптарын тұсаукесерде емес, республика бойынша жазушылардың барлығы кездесуін өткізіп, жоғары дәрежеде өткізіп жүрген маман ретінде хабарласып едім. Гүлжан, Гүлбаршын өздерінің басшыларымен келісе отырып, осы кешті өткізуге, тұсаукесерді өткізуге келісімін берді. Одан кейін сіздерге бір ән орындап берейін. құрметті өлең сүйер қауым, құрметті жерлестер, әдебиеттер қауым, Тақат аға сұрақтарын сұрасақ қоя отырыңыздар. Бұл енді қатып қалған жиналыс емес, Тақат ағамен кездесу, бұл кісі енді жиі келе бермейді бізге. Бүгін енді осындай сәтті күн болып тұр екен, сондықтан да
біраз қояр сұрақтарымыз бар. Жалпы Хақатағы осы кітапты шығару барысында қандай да бір қиындықтар болды ма? Сұрағыңыз жақсы сұрақ, негізгі сұрақ. Неге болмасын, қиын болды ма? Архив ақтару деген бірінші қиындық екен, ол мойындадым мен. Аяқта Мұқағали ағамыз неге жазып кеткен деп ойлайтын шаңғысқан архивтерден табыламыз деп. Бұл енді емшексіз түскен қағаздар арасында қозғалса 60-шы жылдар, 62-ші жылдар бір қозғалып, одан кейін қозғалмаған екен. Тақпасында, топырақ басылады дейді. Ана жерде жазылыпты үстін жағында бәленбай полкыда төленбай дәптер, бәленбай нөмір, төленбай нөмір дейді, барып бара заманда ол жоқ. Оны тағы бір жерге ауыстырып ұстаған, одан еді біздер үстінен түсіп тауып, содан кейін барып сөйтіп таптық мені. Тек қана осы кітаптың ішіндегі шығарған түгел өзін тауып алу үшін 3-4 ай уақыт 7 адам жұмыс. 7 адам жалдап кәдімгідей адамдарды шақырып жаңағы архив істейтін адамдар. Әйтпесе ақша төлемесең істемейді ішін. Содан кейін солар киіп теріп тауып бергеннен кейін бар, крыльцадан, арабшадан крыльцаға оларды. Оның өзі бір 3 ай 4 ай жерде. Сөйтіп отырып, әйтеуір мұны жинақтаттық, одан әрет активит еттік, одан жаңағы корректор димадына, мына жосын жүрі болды. Соның бәрі жинап әкелгенде 1-4 айда кітаптың тек қана аудартып, бір ай шығартып алды архивтен. Одан кейін сен баспамен болды, баспаменде 6-7 айда баспа өткіздік, соның бәрін айтып, 1 жыл, 2 жыл дегенде қолға тиді болды. Осындай қиындығы бар кітаптың. Іздеу қиын, табу қиын, аудару, оның жаңағы үтір-бүткесін қойғызу, тазалап шығару, қатесін жөндеу қиын. Сол сияқты енді көп шаруасы бар. Кемшілігі болса кешіресіздер. Мен енді мұның маман емеспін, әйтеуір маманмын дегендердің істеп берген шаруасы. Бірақ енді осы кітапты шығаруға Лұқбек Еснаулетов ағамыз жақсы ұштап берді. Қабдеш Жүмбетов атамыз жақсы ұштап. Кейін жаңағы асыл болатын болса барып сөз сөйлеп, өзім бұл іс туралы көп мағлұматтарды айтамын деп нетіп еді, осының уақыт жетпеді, кетіп қалдым деді. Одан кейін енді Қорабаев деген ағамыз болды, Қорабай деген. Сол кісі жақсы көмектесті. Содан кейін осы ненің архивтің осы бөлімнің директоры кім деген жігіт, Қарбатайлық, кім деген Мүрсәлімов дегеніне Салықтова деген, соның өйіміне ені Матчалы Масақалов жақсы көмектесті. Соның өйіміне жаңағы баспада Қалимұлы Марат деген зайсандық азаматымыз Нәутенов. Соғысы жақсы көмектесіп, солардың арқасында бұл сапалы болып шықты, мыналарыңызға жеткіздік. Менің енді іздеушілік, оларды жұмыс істеп берді. Осының барлығы енді еңбек. Осындай қиындықпен бұл кітап-алдарымызға келіп отырғансыз. Хақатағы сонда ешін архивтің барлық шығармалар кіре ме бұл кітапқа? Қалай дейсіз? Барлық шығармалар кіре алды ма бұл кітапқа? Енді бұл осының 78-ші жылы 61-ші жылға дейінгі өткізген архивке үкімдесінің барлығы өтті. Түгел келді. Ал енді басқа жазғандар болса білмеймін, мен осы архивке түскендігін анықтап тауып алдым. Содан кейін бұған мен өзімнің қосқаным, өзімнің емес еді, бұл осының айтып жатқан терминдердің ішінен миымда қалғаны, мына жерде темірді төске соқсаң жез болмайды деп бірінші бетінде тұрған термесін, сол мен енді өзім жазып, сол өзім түгел жиып теріп қостым. Одан басқа бұған қосқан бетін дүние жоқ. Енді көрілмей оқылмай қалған бір шығармасы, мына кімнің шығармасы, Ноғай Баяқының шығармасы сол шықпай қалды. Өйткені белінен кесіліп қапты дағы, әмді көп қазарған, сонымен оқылмай қойды. Ұлпан әмді оқылды деші. Ноғай Баяқын Ержанның жазған ба? Иә, бұл үшін жазған. Ноғай Бай Мұқтақын болған. Мұқтақын болған. Көзінен көрбейтін адам екен, сол Мұқтақын болған. Әр жерінен анық көрбейді, Ноғай Баяқын жүрді. Сол шықпай қалды, шығарамын. Бірақ әлде неден іздейміз деп отырмыз. Арбұзында қалып жүрсіз. Алдағы уақытта іздеп табамыз, табылса, өзіміздің айтамыз деп хабарласып отыр. Осындай жұмыстар. Енді жалпы қазақ өзінің ұлысын ұлықтай білген халық қой, енді сонау жақтан осы Ержан Ахметовтың кітабының тұсаукесерін жасай деп қаншама және шуақ еңбек жасапсыз.
оны және ары қаратымен ауладыңыз, қаншама қиындықтар оны айтып жатырсыз, мен халыққа ұсынып отырсыз. Ары қарай енді халықтың еншісінде бұл қазына Ержан Ахметов деген осы кітаптың оқырмандары көп болсын демекпін. Қазір енді мен осы шараның ең маңызды кезеңіне кезек берген отырмын, яғни ол кітаптың тұсаукесер рәсімі. Сондықтан да енді Тақат өзіңіз кімге кітаптың тұсаукесер кестіресіз, соны атап шақырып, қазір сол рәсімді жасап жіберсек. Ал енді міне жерді берген адамдар жоқ. Мен енді бұлай барып отырмын. Сергенді Зайсаннан келсектер, Қызағын отырғанда жол қарамайды. Енді зөңгілі жолдастар демесек дегенде екінші жол Қасендікі. Енді үшінші жол бұл жерде Кәкеш ағамыз отыр. Сол Ержан адамның ауылдасы көршісі болған. Сол Кәкеш ағамыз отыр. Осы кісіні шақырайық. Ержан Ақсақалменен 1970 жылы көршіліктің Қазақстан империясында. Сонда мен о кісі, сонда отырды мен моторист болдым, свет жақтым алтай энергияның. Күнде елдер қонаққа шақырады, о кісіні мен жетектеп алып қайтамын, түннің бір уақытында қайтамыз. Жақсы тұрдық, жақсы сыйластық, өте ақын адам еді о кісі. Енді басқаны айтам, мына кітабының тұсаукесері көп болсын, ел жұртымыз аман болсын, артында қалған ақсақалдың ұрпақтары аман болсын. Құрметті жерлестер, өнер сүйер, ән сүйер, жалпы қазақ қауымын сүйер азаматтар, бүгін біздің Тақат ағамыз үлкен бір қазақтың мұрасына, қазақтың өркеніне, соның өшкеніне бүгінгі әкеп тірілтіп арамызға үлкен бір өзінің әдеби еңбегін қосып отыр. Бұл тек қана жаңағы Тақат ағамыздың бір кісінің атыңғаны дәріптеу емес, бұл біздің үлкен тарихымызды өшіп қалғанын қайтарып әкелген үлкен біздің жалпы қазақ мәдениетіне, қазақтың бүкіл жаңағы өткен тарихын бүгінгі әкелуге айтып жатқан бүгінгі рухани жаңғыру деп отырмыз. Соған қосқан Тақаттың үлкен үлесі болады. Сондықтан да мынау жерлестердің атынан жалпы осы мәдениетті, өнерді, поэзияның бәрін сүйетін қауымның атынан Тақат сізге үлкен алғыс білдіру керек. Жадыңызға Алла жаңалық бермесін. Бүгінгі мына еңбегіңіз осы өлкені жаңартудың басы болсын. Мен ойлаймын, сізде әлі талайды тауып, талайды ортаға әкелетін күш, жігер бар. Сондықтан сізден әлі де бір осы өлкемізді алдымызға әкелетін шығармалар, туындылар күтеміз. Әлемді ағайламау. Тақат екеуміз 86 жылы айысқа түстік ең біріншіге. Тұрарып деген ақсақал болған, сол сізде финалды өсірді. Сол мен күшімде бір фермада ассимилятор жүрдім. Тақат басқында тракторист. Соңға сен сайысқа барасың, сен енді осылай кіммен түсесін, өскеменмен, ғалыммен түсесін деді. Бір Тақат деген ақ бар екен. Ол өсі деген аға десем, бейшара трактор секен дейді. Жобаяғы ауызды жүрген ақсақал. Бейшара трактор секен, бейшара Тақат. Сол ақыл болып қамзап, біздің азаматтармен, парасаттылармен ортамызда үлкен сыйға ие болдық, біраз құрметтейміз. Алматыда Қойғанбаев деген кәдімгі ақыл бар. Сол үшін екеуі тұрады, бір-бір білмейді екен.
Бар екен табыстарымыз, балашағымыз бесіп жүрген кейін. Содан бары үшеуміз жүрген Алматыға бастап осы мына тақырыпқа соқпай кетпейміз. Үшеуміз отырған жерде үлкен бір дуасық кеш бар. Тақырыптан алғаш танысқанда бір-біріміз сипап жақсы көріп кетіп, мен де жүрсің көп нәрсе. Содан баяғыда қатысың мен болады. Сондай. Ол кезде қатқан кетіп көрді. Амансың сарайымыз сауырдың. Берер оран дос сенен тәуіргім, бірге жүрген күндерімде ескі алып сағыныштың кәдімгідей ауылым деп. Нұғат жазбет, ауылсам елді деп. Ол кісі дос сөйлемейді ғой, кескенені сабау демейді көмісі. Дәкен мұнан бәрі жаңыз мен өзі алып шығардым, кітаптың қалай жазғанын, қалай жинақтатымен жақсы білем, мұнан енді көн еңбек. Мұнан көрем арта байсиян көрмедегі. Сенің қанша жүргеніңді, қандай билет көргеніңді, мен өл жерде отырмын, еңбек ақ қалды. Атаңның не аруағын бір алмадым, мынандай мұрасын ұсынып отырған сен аспазымыз. Кейбіреулер бар, әкесі қандай атақтар болсын іздемейді, керекті қайтар өмірді. Мұғау сенің үлкен ерлік тұрасың екен. Атаңның аруағы баршы асаған, бір жақ сенің еңбегін, бір жағын атаңның енді шашып қалмай жинақталып бір қып болғандарынан деген үлкен жетістік. Ол жасаған рахмет. Ал енді қаржылықтарға төбеміз көген бағытымыз ең бір шыққан, Арасияның қатысындар арастағы беріп шыққан ол. Бала шағала болды. Біз ең алғаш асаққа бауыз екеніп отырмыз шыққан. Содан сертқан жарықтыған ет құрды. Кенжебай деген ақмақты ақындар бар еді. Олар бір өтіп кетті бірден. Енді Алланың әмірі ғой, жаныстың болуын жоқ дейді. Енді аман жүрек әпен. Мұна енді жаңа көшбарыңыз айтып кетті ғой. Мұна енді осы сен бір ауыздан болдың. Енді сен жара бересің бәйді. Пенсияға шықтың, қолың бос, жеңген күтөрін мен жақсы білем. Енді осындай тұлдар қорбесіңдерді. Енді өз тұлдарын жарып көрбесің. Содан бір ауыл өмір білейді, елдер шықтынан атын деп өсектейтін көрінеді. Жағын шәмір, құрақ одан қарсығын, қош деп кіргізін кетері жүк жаншығын, шама келсе жүрегіші сыйласы, өмір деген сабын таяқ қамшының. Күліп ойнап үйірғанды жебішіп, жүрсе үйді орта ойға келісіп, жағымызда жоқ қойғазы талай дос, қатар көріп бұның тайдай келісіп. Жүрмесекте қалым ұстап қан төгіп, күн сайын жатырғанша шам сөніп, әншейінде жақ болып айтысып, жылағанда қаламыз ғой сан соғып. Анау ол кедергіге тосылмай, жынжытайып алға тірлік көшін жай. Көңілдері шуар сеуіп кететін, кездесулер көп осындай. Көңілдері көптік күмән толып бір, елдеріміз еш болжаусыз болып тұр. Сөзсіз алда осы отырған қауымды әрқашанда жақсылықпен жолдар. Рахмет аға, жалпы қалғаны биік оқырман көркем сөз іздейді. Енді біздің шарамыздың негізгі мақсаты Ержан ақынның өшпес мұрасын насихаттау, ақынды еске алу. Және қазір осы тұсаукесерден кейін сценарий бойынша осы Ержан Ахметовтың шөбересі Әсемгүл Тақарқызы деген қызымыз көркем сөз оқып беру керек. Бұлардан сол Әсемгүл дайындалып тұрса екен, оған дейін мен сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр тағатаға. Жалпы мына ел жұртқа жиі барып тұрамын деп бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Зайсан өңіріне осы жазға қандай мақсатпен бардыңыздар? Сіздер үлкен бір ескерткіш орнатты деген әңгімені естідік жете аласыз. Енді ол Зайсанға бару деген енді тек қана жұмыспен бармаймыз. Ағайын туғанды көруге, енді ол жақта қалған ізімізді бағуға, анау қарайып жатқан қырдағы қорымдарға баруға, солардың бәріне сәлем беріп, ел жұрт амандасып, ағайын туғанды көріп, әрбір шоқының басына бір қарап, кейде көздің жасын төгіп аласың, кейде көңілін толқытып аласың, кейде өзің шабып бересің, неше түрлі жағдайда кезігеміз. Сол сияқты ағайындардың ортасына барып қайту деген бір ғанибет. Сол жердің, сол елдің ауасын жұтып, сол жердің суын жұтап қайтқанның өзі екінші ғанибет. Үшінші сол жерде құрбы құрдастармен кезіп, біраз бақылдасып, қауқылдасып қалғанның өзі одан өткен ғанибет. Ағайынды көрген кезде жүрегім майда еріп, үлкендерді еске түсіп, солардың ортасында жүріп шаттанғанның өзі одан өткен ғанибет. Соның бәрін естелігін білмей жүріп істейсің. Соның ортасында болып қайтқанда бір марқайып қайтасың. Енді биылғы жазда барған мақсат сол ақсақалдың ескерткішін жасатқан. Осы
Прапорщикова деген жерде тұрады, өзіміздің ағайындас Қайролла деген азаматымыз бар. Сол кісі мүсіндерді өте жақсы жасайды. Сол кісіге тапсырма беріп, осыдан 1,5 жыл бұрын тапсырма берген. Соны жақсылап істеген екен, ол кісі асықпайды. Соны ақсақалдың қалтасына барып бердім. Жаңағы бүркітші болғанын ескерттім. Жаңағы ит жүгірткенін аттан мінген, ол кісі енді бақтаған адам. Соның барлығын ескертіп жасап дедім. Ескерткіштерді көңілділігін жасап берді. Бірақ енді ескерткіш өте ауыр болды, 2 жарым тоннадан артық болды салынады. Биіктігі 2 метр 60 сантиметр болды. Енді мына памятникті мынандай жаман жолда өкімет тап мен памятник жасағанда тастардан шығарып жолды бұзып. Енді жеткізу керек, ең қиын шаруа сол болды. Сөзбен айтып, мында жарылып жүріп, жеткіздік Зайсанға. Зайсанға жеткізгенден кейін чіліктіге апару керек, чіліктіде кран деген бәле жоқ. Ананы көтеріп қойып деген бір сұмдық болды. Сонымен о жақтар елге ағайынға жарылып жүріп әйтеуір краны бар машина тауып, соның күшіменен бір күн таңертең шығып кешке дейін жетіп ақырын жүріп. Тәп кешкі сағат 5-те барып қойдық. Ол кезде күн батып барып, қапақ-сапақта қойып, жаңағы ескерткішті бекітіп, сол енді ары қарай нелерін жөндей алмай, тек қана қойып қана қалқайтып кетті. Сонымен сол ескерткішті қойып қайттым. Енді бұл еңбегім сол ақсақалдың енді түсінің қою. Енді біреулер айтып жатыр, шариғатта түсін қою болмайды деп, біреулер ана деп, біреулер мына деп. Енді оның бәріне көп қарағым жоқ. Апарып қойдым мен. Сонымен міне ағайынның барлығы разы болмады. Ендігі келесі осы алдағы жазда, алдағы ел Құдай өмір берсе, енді зиратының басын көтеріп, қалған шаруаларын бітіріп, бір шағын ашып, сонымен ағайын риза болсын, жаңағы ақсақалдың арбағы разы болсын, айту мақсат. Мүсінді өскеменде жасаттыңыз? Өскеменде жасатып апарып қойдым. Ана Тасбастау деген ауылда көше берілген осы. Ержан Ахметов атындағы көше деген анау тасқын басып кетіп, үйлер құлап, жаңадан үй салып, сол жаңа көшеге сол кісінің атын берген мектептің жанына. Сол Тасбастау орта мектебінің атына кәдімгідей галерея жасайтын қойып бердім. Шіліктік емес, Тасбастау сол өзінің өскен жері, туған жері сол жерге сол жерге қойдым. Қауым Ержан Ахметұлына арнау. Ержан атам, ақын ата аталған аймағына, өнердің малтыққан жан қаймағына, ақын, әнші, саятшы, молда, палуан, ат деді, ит жүгірткен. Ер жаға деуші ел еркелеткен, қан сонар, қан түскенді ертелеткен, қан тұяқ қара бүркіт балдақтауға, сарауыз қамшыға құндақтауға. Тұйғынмен маған сатты екі тазы, ал көрсе тоқтамайды қысы жазы. Арыға қырдақ елді жүрген жордып, ер жаңам деуші елі өнерпазы. Оралды шүйті молдық ол қалмайды, өткір пышақ қанында ол қайрауда. Құнан мінген соңында біз жүруші дабыл қағып, үркітіп сайданаңда. Айғайлап қанағында туралы саятшылар, қиялап қабырғалап түлкі шығар. Шығырықта жұлқынып сонда тазы, талпынып томағалы бүркіт тұрар. Шықты деп дабылдайды дабылшылар, белгісін дабылшының саятшылар. Тастан шыққан түлкіні көрген кезде қайқайып көк аспанға бүркіт шығар. Шаңқ еді бүркіт даусы көкті тіліп, сасқанда көкке қарар түлкі үркіп, сорғалап төмен қарай құйылғанда суылдап қанат құйып, шулы ысқырып. Қырдан шауып ұрандап қабанбайлап, жығылам деп жатпайды қауып ойлап, құлдилаған бүркіттің қарасымен ілгенінше тоқтамас апырмайды. Рахмет, әсірі өнерін түскен болсын. Қазір енді сөз кезегі ақын, жыршы, журналист, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Серік Құсанбаев ағамызға берсек. Қадірлі ағайындар, бір жақсы кеш болды. Мен өзі қарап тұрсам өзі кітап, біздің әсіресе біздің қазақтар кітапты көп шығарамыз. Бұл неге деп ойлаймын ғой. Сөйтсем біздің қазақ расында өте талантты халық қой. Көрген білгенін, естігенін, өзінің жаңағы өмірінен
секілді аталарымыздың өмірінен өзім туралы, өзімнің жазған еңбегім туралы кітап шығару бір басқа, мен жаңа ойлап отырмын. Ал енді жаңа шаң басқан тарихтен іздеп тауып, оның шаңын қағып, бетін сүртіп, жаңа төте жазудан кириллицаға аударып, оның бәрі жаңа Қасен айтып кетті ғой, кітап шығарудың машақатын. Сондықтан әлі мен өзімде жақында бір кітаптарын шығардым, қазір көрсетіп. Енді не айтамын? Менің әкем 1902 жылғы адам. Мен әкемнің 61 жасында туған, 60 байдан. Менің кейін күнім бар, 66 жылға. Сол кісі, әкем осы жаңағы Ержан атаммен, Ержан атамның ұлы Төлеген деген кісі болған. Беркінде қайсыз болған. Ержанның Төлеген деген. Ол да палуан, ол да өзі шежіреші, мысалы, қалай нәрсе айтқан. Сол осы кісілермен араласқан. Бірақ енді мен енді ол кезде жоқпын, бірақ дегенмен шешем әлі күнге дейін айтып отырады. О, Ержанның Төлегені, Ержан аталарың ол деген аңыз адам қойды. Ойлап жүретінмін, ана жерден бір естіп қалатынмын, мына жерден бір оқып қалатынмын, Ержанның айтқаны осындай ақын болған екен. Сондықтан мына өте қуаныштымын. Енді біткен іске сыншы көп дейді ғой ағайындар. Мен енді тақат қана емес, жалпы бүкіл Найман нағашыммен. Мен қалжыңдап еркелейді. Шешем Найман ғой. Мен мына біткен іске сыншы көп деп сын айтып шықшиып тұрған жоқпын. Мына шығармалар деп, мына кітаптың атын қойды. Ат қою керек кітаптың. Алтайдан ұшқан Ақиық деп пе жаңағы. Мысал үшін жаңағы сауырдың саңлағы деп пе екен. Сауырдан шыққан саңлақ деп пе екен жаңағы. Мынау астында мына жерде Ержан Ахметовтың шығармалары деп кетіп беру керек деп ойлаймын да. Жарайды, енді болашақта тағы рейсте болар деп ойлаймын. Енді бұл Совет үкіметі деген бір өкімет болды ғой кезінде. Осы тілімізден де, дінімізден де біраз нәрсемізден айыруға тырысты. Әлі оларда жалғастырып береді саясаттарын сол сұрқия. Біз әлі болса да күресіп келе жатырмыз. Сол біраз нәрсені ұмытып жүрген ғой. Сол айтайын деген жаңағы бір екі бала тентек екен дейді. Қай жерде төбелес, қай жерде ұрыс, дау, жанжал болса, екеуі сол ағайынды балалар екеуі сол жерде жүретін көрген. Сол әкесі ары ойлап, бері ойлап, бұл екеуі не істесем болады? Қалай қойыңыз? Қалай бұларды жөнге салам деп, бір молданың үйіне алып барып, алып барып, өз ар жерге барып отырып, екеуінің атын жүріп қойып, молда отырып, сөйтіп, солай ма деп ана әкесі тыңдап тұрып, әй деп айтты деді екеуін жаңағы. Екеуі үшін бастарын салынып тұрсын. Әй деп айтты, көтер басты көтер. Құбыла қайда деп айтты дейді. Құбыла қайда дегенге жаңағы үйді әкесіне қарады, жаңағы әкесіне қарайды, әкесі енді отыр. Содан сөйтіп құбыла қайда деттім ғой мен сені сұрақ тұрмын. Інісіне қарап жаңағы сөйтіп тұрды да бірақ үшінші рет құбыла қайда деп тұрап тұрмын мен сені деген кезде інісінің қолына ұстай салып қашыпты жаңағы үйде жығып. Содан қашып келеді, жығылып, сүрініп, екеуі шалшыққа бұлап, айтып бүйтіп қашып келесе, інісі сұрайды, аға біз неғып қашып келе жатырмыз деп жаңағы. Оңтүстік жақта шешең деп боқтайды ғой, ана сол жақтан болса керек. Шешеңнің ол деп, ана құбыласы жоғалды ғой, бізден көріп отырып. Сол жақ құбыламызды ұмытып қалатындай жағдайға жеттік қой ағайын. Уақыттарыңызды алмай, мен өзім 18 жыл жат жерде жүрдім Павлодарда. Қазақстан болса да, ол енді еліңнен жырақ жүргеннен кейін, осы Өскеменде жүріп Зайсанды сағынасың, осы Өскеменде жүріп Күршіміңді сағынасың, солайсың, Катонды, Тарбағатайын сағынасың. Сол секілді сағыныш деген нәрсенің біраз қадірін білем. 18 жыл Павлодарда жүрдім, сонда мен енді алғаш айтысқа шығып, осы елге келген кезде, осы елде жаңағы Қасен айтып кеткенде бір қыдыр уақындар бар еді. Жаңағы Кенжебай, жаңағы Әлібе, Серікқан, Жақиян, Абаш бар, Қасендер бар, Тақаң бар. Осы бір қауым ел. Сол кезде ініміз келді, жеріміз келді деп мен Павлодардан келгенде төбелеріне көтеріп алып. Мына екеуінің кішкене шөккен кезі ғой. Мына бояу аса адамның бойы кішкене ұзын адам өзі былай биік болып көрінеді ғой. Ол кезде мінекей түтті таудай. Өлеңді де айтады. Сол кезде неге таң қалам қазіргі ақындар
бараттық командасынан шықпайды, бір-біріне қонаққа да бармайды ғой, дайындалады екен жазып. Біздің кездегі ақындар таңның атқанына дейін бір-бірімен айтысып отырады, ертеңгі бір-екі сағат ұйықтасып ұйықтады, ертеңгі сахнада айтысып кете береді. Оның бәрін айта берсек, әңгіме ұзарып кетеді. Сондықтан мен әуелі осы нағашыма бір шаман кигізейін деп тұрмын. Арамында ғой. Киіп алайық шалым. Нұсқаннан болған. Ардақты ағайындар. Мына көк дауыл деген, біреу дүбірге толып дүниеге келген, осында шыққанына 4-5 күн болды, өскеменге келгенде. Алла қаласа, бұның жаңағы тұсаукесері желтоқсанның 14-інде осы жерде өтемін деп өзіміз жоспарлап отырмыз. Мына гүлбаршындар өздері жүргізеді. Алла қаласа, мен енді мына жерге көп ештеме жазған жоқпын. Бірақ ел дегенде еңіреп, жанарынан жас тамған, Бақытбегін жамылып, Алатауды жастанған, Тақан ағам осы ғой, талантымен тас жарған, айтысқанды бас салған, қажет болса ұлт үшін қаһарланып басталған деп айтып береді. Ал секе көңіліме жүрегім рахмет. Мынау енді Қасемінде кітаптарын алып жатырмын. Тағы да ақындар. Қалқан деген бір тентегіміз бар. Оның кітабын алып мен оған қуанып қалдым. Ағыдағы шыққан кітаптар бар, келіп жатыр. Мынау енді сол атамның саған ескерткіш. Әмин. Келін екеуің ұстап оқыңдар. Рахмет. Еңбегіңіз жана берсін. Сыйлайын, сен Павлодарға кетіп қалғанда, сен жүрек өзілмесе де бауыр өзіліп кетесі саған, талай рет айтқанымыз қайта келеді. Сонымен елге келдім, үйріп тапқан арқар не болады? Үйірсек болады. Соны үстінен елден айырылма, ел жұртының ортасында қадірін кетпей жақсы жүр, бақытты болып. Енді құрметті қалып, жалғызына табағадай кейін топырақтан жаралған жеріңізді қалып, әнесі еттіп, жыр десе толқып тұрамыз ғой, осы отырған қалыңыз сіздің әніңізді сағынды шын айтқанда. Осыдан бір ән сұраймыз. Білген әппәр арманды Лейлі кештен құмартып, ләззат алған күн Наз күлкіңді сыйлашы, асыл еркем ай Айсыз түнді жадырап, шапақ шашатын Жазира Жақсәліңнің үні болайын Жазира Dastanımın jırı bolayım Ar yüzüm Alavu şaşsan orun tebedi Dallarının kızlarına gülüm olayım Ar yüzüm Alavu şaşsan orun tebedi Dallarının kızlarına gülüm olayım Şerifatlarımızda altından sınava, жарысының ұрпағы, өнерге бай, табиғатынан дүлдүл, Тақас Сүлеймен ағамыз. Енді құрметті қауым, осы тұрған тыңдармандар арасында, көрермендер арасында бір ауыз жылы сөз айтамын, ағаға естелік айтамын, Ержан Ахметов туралы айтамын деген тыңдаушылар болса, қатысушылар болса, мархабат, ортаға шығып өздеріңіздің естеліктеріңізді айтуға болады. Енді міне жерде қарындастарым отыр, нағашым отыр, мына жақта енді міне құдағиым отыр,
Klasdaşlarım oldu. Cenab-ı Mevlüt'tan kaynaklı. Bir жағына Var mı hatırlatın? Anacak dendiğinde stüdent ballar beni oturdu. Kulağında terbiyeniz var sonra. Ağabeyler, ağaylar, odasında tane özümün kızım oldu. Ne diyeyim? Para olsun. Kim aydan bir karşımıza çok geldim. Bana bir şurayı gönderin. Herkes atlasın. İyisi öpmek klaslasın. Hürmetli ağayın, kadarlı şehristler, жолдастар. Енді мына Ахматпен кішкентайымыздан бірге өстік, бірге оқыдық, жақын құрбы, жақын жолдас болдық. Енді бұл Ахматтың кішкентай кезінен өнерлі Ержан атамызға тартқан екендігін біз жақсы білеміз. Бірге өстік, бір ауылда өстік. Оның үстіне фамилиямыз да бір екеуміз енді жолдастығымыз да жақсы ағайын болып кеткен жолдасым. Енді оның өнеріне, біліміне, жаңа істеп жатқан барлық қызметіне жасаған жаңа Қазекең айтпақшы, жаңа трактор айдап жүріп, трактордың төбесінде өлең айтқан бәрін көз алдымызда елестеп отыр. Енді мына жаңа айтты ғой, жақсы тілек айтты Ержан атамыз бір аунаған шығар деп. Енді аруақ қолдырып жатсын, үлкен іс тындырған екенсің тағы. Бұл еңбегінің жемісі дейміз ғой, келер ұрпағына жаңағы үлкен тәрбие болғаннан деп ойлаймыз, тәрбиесі болсын. Әрқашанда осындай ізгі тілекпен жүрген ағайын туыстарға, осы отырған сіздерге, барлықтарыңызға мынау енді үлкен еңбегін әкеліп отыр, Тақатқа үлкен рахмет айтқым келеді. Амин. Әлі де қаламыз бола берсін, еңбекте жемісті болсын, достығымыз үніне жарасып, өзінің осындай халыққа істеп жатқан үлкен жаңағы тәрбиесі, тәрбие деп айтамыз ғой енді, алға баса берсін деп. Дені сау, басаң болсын, жаңа үлкен қызы жаңа оқып жатыр ғой атасының несін. Оған да үлкен табыс тілеп барған. Балалардың тәрбиесі өзіңнен жаңағы үйдегі кісіден басталады, сондықтан балаңыздарыңыз ер жетіп, қызығын көріп тақа, дені сау болсын, үйдегі кісіге, құрбымызға сәлем айтылсын, жеткізерсін. Барлық туыс туған, боса тұрған көпшілік аман болыңыздар. Рахмет сіздерге. Ары қарай сөйлейтін адамдарымыз жақындай беріңіздер. Енді құрметті тыңдармандар, басқа немістер дайындап отырғанша Сұрауыр қаласынан Тақат ағамыздың шашбауы көтеріп келген шәкірті, әнші сазгер Ержан Жүнісовке сөз кезегін келіп, бір ауыз ән айтар деп, сонау жақтан дайындап келіп отыр. Тақат ағамның әнін айтпашы, иә? Өзінің бір әні бар, қосатын шығар енді. Қадірменді қонақтар, бүгін енді Тақат ағамыздың негізі шәкіртім. Мына Ержан атамыздың атын берген маған, атым Ержан Жұмабекұлы болам. Бүгін енді осы кісіні анық жақтан Алматыдан ат тербетіп келгесін бірге жалғыз тастамайын деп бірге ертіп келдім. Әрі бұл кісінің сөздеріне өзім таңдап ән жазам. Өзім айтып, сондай сұраумен алам сөзді көбінесе. Бүгін бір туған жер деген сөзіне ән жазған. Көп қой әндер. Сол туған жер деген әнін орындап берейін сіздерге. Артынан өзінің туған жерінің киелі Тарбағатайға да жазған әнім бар. Сол екі әнді бірақ бірдің артынан орындап жүрмін. Қабыл алыңыздар. Сәл ғана ойланайын, жаныма айналайын, шығыстан өтетін қарағай қайдағайын, қариреті жылбатын, ескен жел сайқан жатын, шығыстың әлестігідің асқыртып маңырақтай.
Zaysan ve lavıtın ayman karısı be tas kararıtan Sellim sap olunca İran askarta utar bağatay Tuğan şer netken bürkün jürgende baykalmadan Özünden şedderken kendi bulay talmadan Kılgırar cündürün tavların kezirmeyin Alsam savur sayıkon mağratın kezinderin Jotasın jollarında say savaş onlarında Sınsınan tezkeyde Karalay ormanda Zaysan ve lavıtın ayman karısı be tas karaltay Sellim sap konca İran haskarta utar bağatay Tuğan şemdetken bükün şürgende baykalmadan Özümden şiddet verken enli bu hayt almadan Kiyeli Tarbağatay'ın degenen бұл да өзіміздің шығыстың бір ақынның сөзінде жазған Нұрболат Мәжитұлы деген бауырымыз. Табыларыңыздар. Мұрынды шашып, шуақ қармағым, таңғы бар кез атайым, мауқымын басып, бауырыңа барып, аумақ ырғыма қайтайым, көрпеден талқын, қымызбен айырын, дәмді тәтті татайын, даламда дарқын, құрайын сайран, киер тарбағатайын, даламда дарқын, құрайын сайран, киер тарбағатайын. Әніме қосып, атыңды сенің атайын, ақша болып пенен, сәніңе қосып, жырынды жаңбырлатайын. Шыңыңа шығып, сабанға жергей, жанды салқындатайын. Әлінде олым жер барма сенде, киеді тарбағатайын. Әлінде олым жер барма сенде, киеді тарбағатайын. Туған жерменнің киер тарбағатайын. Жалпы енді Ержан ағамыздың осындай алтында өлмес мұрасын қалып жатқан кезде, қалың оқырманы барда, осындай кітап шығып жатқан кезде ағамыздың рухы сөнбейді деп ойлаймын. Тақат ағай, жалпы сізге бір жақсы идея беріп жатыр, және өзіңіз туралы кітап жазсаңыз, осы мен тоқырамасаңыз деп, соған әуелеп қойды.
және осында жас ұрпақ отыр, мына жерде студенттер қалып отыр. Сол Ержан ағаның бір белгіленбейтін тұстары, жалпы Зайсан өңірінде көше бар екен артында, сол туралы айта кетсеңіз. Енді бұл осы 22 жылықта жерін өтіп кетіп, 55 жыл айтады. Гражданствоның соның арқасында қайтарып, соның еңбек белгілеріне дейін барып шығармашылығын көтеріп отыр ғой. Егер бұл осы 20 жылдан бері қарай осы жерде болғанда, онда кім біледі қандай атақ болатынын, қандай өнер болатынын. Енді сол үшін осы 55 жылдан бері қарай жүрген кездегі еңбегінің өзін адақтап, Зайсан ауданы облысы келді, екі жерден көше берді, енді атын дәріптеп жатыр, шыққан кітаптары, бұрын шыққан шығармаларына риза болып жатқан болады. Енді мына кітаптан кейін тағы құрметтейді деген ойдан, енді облысының еңбегі сондай болады. Енді облысының сол жазып кеткен еңбектерінің өзі жазып кеткендері, енді елді мақтап жазған өлеңдері бар, ел ішінде бұлай айтылып қалықтаған өлеңдері бар. Оның барлығын енді жаттап алған ешкім жоқ. Мен кішкене бір 20 жаста болғанда облысына әріп көремін. Амал жоқ, сол 11-12 жаста қалдым. Сол жаңағы сарындарын алып қалдым. Сол жаңағы бір тербесін алып қалдым. Бір тербесінің басында сол жазады. Темірді сөзге соқсам жез болмайды, жаманның кеудесінде көз болмайды. Алдынан тамағасын таққан белен, жабалақ кез ұйықтап түлкі алмайды деген басқа сөз солай келеді. Енді осындай сөздері бар, соларды жинақтауларға болады. Енді мыналарында жағып кітап тұр, жастар алам десеңдер қарсылық жоқ. Өйткені оның ішінде Мырзаш батыр бар, Қабылбай батыр бар. Жаңағы кімдің Сұлтан Махмұттың жазып кеткен кімісі бар, Ақбөрдесі. Тағы да сол сияқты дүниелердің көп нәрсесі бар. Жаңағы Әсетпенен Рысжанның айтысының өте мықты несі бар, нұсқасы. Сол Әсетпенен Рысжанның айтысқанын көзімен көріп, соны жазып қойған, тасқа қалдырған болысы. Қыз Жібектің нұсқасы бар, артында әңгімелерді көргірі бар. Жаңағы кімдің Сансызбайды кеп, Қыз Жібек алып кетіп, арқырай ұрпақты болатын жағы бар. Оның барлығында тарихта қазір өшіріп қысталған әңгімелік деген әңгіме болмайды деп өшірді. Енді қазір міне енді мына Мырзаш батырдың тарихы бойынша менен не алып жатыр? Диссертацияға материал сұрап жатыр. Келіп студенттер келіп алып жатыр. Тағы да сол сияқты зерттеп жүрген жігіттер бар. Олар да келіп хабарласып жатыр. Сол сияқты осының өнері шыққаннан бері міне осыншама дүниеге келіп жатыр. Енді мына кітап тарағаннан кейін одан да зор болады деп ойлаймын. Сондықтан енді аталарыңды қабылдасаңыздар, қарсы болмасаңыздар, жақсы десеңіздер, ұнатсаңыздар, ешқандай қарсылық жоқ. Қайғайсың болса да көмектесуге өзімді дайындаймын және көмектесіп, сіздерді жетелеуге шамам келгенше ықылас жасаймын. Осындай Рахмет. Яғни Ержан Ахметовтың шығармашылығын одан әрі насихаттау сіздің енді басым парызыңыз болып тұр ғой. Алдағы уақытта ескерткішін аяқтап қарай орнатып асым беріп деген сияқты үлкен жоспарларыңыз бар екен? Ол енді мына биылғы жылғы жоспарға қалған енді сол биылғы жылда Алла бұйырса барып жаңағы ескерткіштің бітпеген жерін бітіріп, ары қарай зиратының басын көтеріп, содан кейін ескерткіш тақталарын қойып, ас беріп, ағайынменен жолығып, содан кейін шамам келсеңде өзім үш қарындасым бар дөнерді, оларды қосып, содан кейін жаңағы қызымды көрдіңіздер оқып жатқан, о да барып қалса сол жерде шіліктіге арнап бір концерт беріп айтсам деген ойым бар. Оның үстіне бұл жерде класстастарым отыр, биылында жылдық мерейтойымыз қосылып қалды. Бұлардың бәрі сол жерде кездесіп келе барғанда жігіттер не дейді өздері айтады. Әуелде қойып, бір енді дұғылшы қалып қойыңыздар, осы ақтауызды осы ойлары шығасыздар. Енді арамызда сөйлеп деп кішкентай әшешу жасайын деп отырған бір қатысушымыз бар. Ортаға шақырамыз. Қайырлы өндірістегі қауым. Енді мен кішкене өзімді таныстырып өтейін. Осы Өскемен қаласында Қазақстан Американ Рентон университетінде мұғалім жұмыс жасаймын, жалпы тіл саласында. Енді бізге осындай іс-шара болады деп келді. Пушкина кітапханасында содан мына жерде Ержан Ахметов ағамыз Тақат Сүлейменов деген танысатта көзіме түсті. Бұны енді жалпы әкімнен, жалпы ауылда естіп жүреміз. Тақат ағаларым бар, айтыскер ақын деп айтып жүреді.
сондықтан енді көзіме оттай басылды біріншіден. Және де осы іс-шараны жастар көрсін, студенттер көрсін деп осында жас буын алып келген жайым бар. Жалпы енді өзім Шеректің тумасы, Тақат ағам, жалпы Ержан Ахметовтың жерлесі боламын. Енді Шеректі деген жерденбіз, ақында туған елденбіз. Алыс жақын жерлерден ақ-белгілеп келгенбізді. Жалпы сіздерге келе отырған көршілік ағайынға көп рахметімді айтамын. Ешкімдеріміз тасатпаймыз, тасадан елім аман, жұртым болсын бас аман. Тақадағы өзіңізге сәттілік, жалғыз өзім жар болып жасаған едім. Менің әкемнің есімі Қабылбек Дәурен, айтыскер ағамыз өзі енді барлығын біліп отыр. Сондықтан енді ақынның ұрпағы болғандықтан бізде өнер саласынан құралған емеспіз. Осы жақын арада Шеректі жазық атты әкемнің сөзіне жазылған, оны өзім әуені шығарып жарыққа шығарған болатынмын. Сондықтан ауылдың ыстық сәлемін Тақат Сүлейменов ағама арнағым келіп тұр.
Osman Kazım'la Mustafa Bağır'ın Bosu'dan Kerim Hanım Cezayir'in. Ağaylarda Mağazı dünya hayırlı olsun. Olsun zahmetler olsun. Olsunlar öskürükten dastar üçün. Solarda ölgü oyuncu olsun diye dünya. Hazırdan ne dündüm, ne dündüm çıkmak ister. Benim ayı sanatların altın sönüp çelikleri yüzünde 67 yılında eskigen adamım. Yani çelikten aydınlatır, çelikte bu kod mekin, bu yetişince bir orada 21 senede sattım korkanı var, sonra böyle dostan 3-4 yıl altından çıkan, onun kiyetlilikleri kasiyetli diye dostan verdiler. Hazır tarihçilerden çelikleri boyunca, yani çelikte sattım bu kalası olmadı hissettirdi bendeki. Yerinde medya çelikten boyunca tutmasın. Yani Bosu'dan geçsem, kitapına gelirdim, her ayımda dediğim de bu tekkin yerden kalsam, buna emeklilerin artışan oturuyorken sonunu yetiştirmek bulunmazsın. Sonunda İnsan Aksakal, onu daha bizge ağzımız, bizge kullanmalardan bu üstüne anlayası paycuk, mevkiyeğini okuyor. Sonunda bunlar da şarkısı versin deyimiz. Yine bizim de erkeğimiz kesinde bir Şubat herhalde ölümçülerden bir olanlarda kullanışa, çelikten boyu korunmaysa, padişahda çelikler kayışı olsa bakmaysa, ve çelikten boyunun yani kastetli şeyler. Bir çelikte 67'den varıp 73 gün hizmet ettim. Ondan yani bir yıl oldum. Bayburt'ta buldum, Tarbağ'da buldum, Aksar'da buldum, Kazakistan'da buldum diye istiyattı. Sonradan biz Yerişan Atan'ın ardına kanıkız, estigen izmindeki balası benim kınardım oldum. Ölümünün oldu diye, ölümün benim isminin ben sayısında жүріп, Баташпен'in ardına oldum, sonra beni Cumhur Azamattım dedi. O ardakta olmam oldum, biz olduk cügesidir. Buna 20 yıl olsa yetiştiğimiz, o şekilde gelip olursa, жаңағы қазақтың немесе грекінің күресін жақтырып жүрген мықты деген азаматтармен күресіп, солардың өзін жаңағы жеңген азамат төлеген болатын дейді. Сондықтан бұл жерде текті жерден шығып отырған адамдар осы текті ұрпағын жалғасын таба берсін де өзіңді де білеміз, әнші екеніңді де тұрмыстағы ақын екеніңді де білеміз, айтыс адамсың. Сондықтан осы өнеріңіз кейін өз-өзінің ұрпақтарына жұмыс болсын, бәрі жақсы болсын. Рахмет. Рахмет көңіліңізге. Тақадаған не байқасаңыз, бағанадан бері тамаша кездесу болды, қаншама көптен сөз оқылды, әндер айтылып жатыр, естеліктер айтылып жатыр. Шындығын айтқанда, 1 жарым сағат уақыттың қалай өткенін байқамай қалыппыз. Ендеше және айтыскер ақын деп жатыр, қорқынышты сөзін өзіңіз айтып, жалпы мына кітапханашыларға алдына, бүгінгі отырған тыңдармандарға арнап, 1-2 ауыз сөз салып өлеңіңізді арнап жіберсеңіз, өтініш. Қазір енді мен де мынадай ойым отырған жерде қарындастар көп. Қарындастар біреу сөйлейді. Жақсы. Анау айту керек. Қауіпті, жылақ қоясың, жылақпан. Бұл кісі енді біздің әкеміздің інісінің барлары. Мұхаммед Рахым деген ақсақалымыз болған. Сол кісінің кенжесі Алмағұл деген адам. Үлкен әні отырып ол кісі енді айтпайды. Атағайын мақсат атамыздың кітабын шығарып, атағын шығарып, жазып, көп рахмет сізге.
болады деп ойлаған да жоқпыз. Қандай жақсы кеш болды бүгін. Осы өнеріміз арқада жалғаса берсін. Деніңіз сау болсын, басқа заман. Әрқашанда өнерім жол қуып жүреді. Aynen. Tamam. Arabayı doktorumuz da. Kuleyman. Bärimizin köpümiz yaxşı edi. Ne deyimiz? Endi vaqtlar biz qanday vaqt zaman olmasa da vaqtın barınçlı adamlarımız ömrüge kelgenden ketkençe bizge vaqt ölçüp bergen. Sonuçta adammışsınız. Endi adamlar aytadi eken dünyaya kelgenden keyin ertеңgi күндөн баштап өзүңгө карай жасала бересиң. Бул солай. Енді екінші бір мақал бар, дүниеге келуді көргенден кейін өзіңді ойлауың керек деп. Сондай мақалдар көп, соның ішінде міне сол жастармен никах бақыт, жаңа Шәкәрім атамыз айтқан, 60-тан ары бармаңдар, байқамай жатып қалмаңдар деп, 60-тан асып кетті, ол кісінің айтқан орындамай жатырмыз. Енді дегенмен уақытты күтіп жүрміз. Сондықтан ағайын енді міне уақыттың аяқ тұрған шағында ойлап қоймай-ақ қояйын, әлде өмір бар шығар. Шамы кесіп бағандан бері ойда айтып жатқан нелеріңізді орындаймын. Жаңа бір типатты жүректегі тілектеріңізді. Шамы кесіп өз шығармаларында дайын тұр. Енді оны шығарым дегенде бір қадай әңгіме, оны енді әптеп шығарамыз. Соның бәрін әкелгенше осы міне алдымен ақсақалымызды шығарылайық. Аруақ риза болсын деген мақсатпен жұмыс істеп отырмыз. Сондықтан барлығыңызға келгендеріңізге рахмет. Assalamualaikum Altay tavım. Altay'dan bastı basıp geldim tavım. Altay'ın biyinden kasen geldi, cavını tokbaktay kanday cavını. Alırdı sarayı demende maqtab жатыр, Сауырдан geldi деген сөзден артық. Алатаудың баурайынан келіп едім, қандай айдың атын қоятын маған тартып. Ал енді келгендерің құтты болсын, қуанышты ақсақалдың тойымен орта толсын. Ағайын барлығына мың рахмет, көңілдерің осы маған риза болсын. Бүгін міне дауыл болды, жаңбыр болды дегендер айтып жатыр сондай жолды. Мен келген дерлік кетті, қандай жақсы көңілім риза болды. Ал өзіңді бәрін саған рахмет. Сызып ау сайбылаттым создың қолды. Осы топты жинаған көңіліме менің дағы көңілім риза болды. Сол қандай қарындасым басын бастап, арт жағын тастап кетті маған оңды. Қазақтың қуалап серіп кетті, жасап кетті жақсылықтағы жолды. Кеп отырған кластастар сендер міне, қоздырып отырсыңдар оймен солды. Кәке саған өзіңе рахмет, көңілім саған келген риза болды. Әлібектей жанаған мықты екенсің, жұмықтың 6 жұмық 5 сатын оқытқан мұғалым болды. Соның мінезінде Зарықбек ағам отыр. Талай адам қолынан ем алып еді, осындай мықты адам болды. Бәрі маған қосылған не шіркейін, көңілім барлығына риза болды. Жақсылығын құбаламын, келгеніңе барлығының қуанамын. Ешкімнің бөтен емес, ағайындар көңілімді тур осылай дұғаладың. Арман жолға жете берсең, енді мына тілектеріңді құбаламын. Шығармамды келесін, шығармасам да қалам арызылдары шығарамын. Осылай уәде беріп келе жатсам, осындай басты осы жиналсаңдар. Төрт қарағыз түгел болсақ, мен саған тағы да қуанамын. Керемет ағай, бір туған шоқалам енді, Аллаға қайырмекші. Енді жаспен өтілген жарты күні жаңағын өтіп кеткен ғұмырдай демекші, қаламаңыз қалмасын. Бүгін бір өте тамаша кеш болды деп ойлаймын. Халқымыз махаббатына бөлене берді, шығармашылық табыс деймін, зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Енді баршаңызды естелік суретке түсуге шақырамын.